Ауылдықтар ауыл аманаты жобасына қатысып белсенділік танытып келеді. Ауданға қарасты 3 бірдей ауылдағы жоба жеңімпаздарымен кездескен облыс әкімі кәсіп қылған азаматтардың жай-күйін өз көзімен көріп қайтты. Алдымен Саралжын ауылдық округіне бет бұрған облыс әкімі Нұр Асыл шаруа қожалығына ат басын бұрды. 20 жылдан астам уақыт бойы асыл тұқымды Еділбай қойын өсіріп келе жатқан шаруа иесінің жұмысымен танысты. Шаруа қожалығында 1000-нан астам ірі қара мал бар екенін ескерген облыс әкімі етті ғана емес, жүнді қайта өңдеуді жолға қою қажеттігін атап өтті. Және жоба қатысушысына ағалық кеңесін айтты. Жағдайы жоқ азамат, ештеңе жоқ деген дұрыс па? Сен сол 1.400.000-ді өзіңнің өміріңе, тағдырыңа, болашағыңа айналдыруың керек, бауырым. Солай ма, жоқ па? Дұрыс, солай. Сол өде бересің бе? Өде берем. Маған да өде бересің, ағаңа да өде бересің. Ағаңа рахметіңді айтуың керек. Сондықтан айналайын, давай ары қарай өмір сүру керек. Болашағыңды өзің асырауың керек болашақта. 1 миллион деген ол аз ақша емес саған. 1.400.000 деген. Жақсы ма? Жақсы. Давай, онда жаған жақсылық тілейміз. Шаруа қожалығының директоры Аманғали Өмірғали өңір басшысының ауыл тұрғындарын қолдау туралы үндеуіне алғашқылардың бірі болып үн қосты. Былтырдан бастап қожалық 3 отбасына тауарлы несие берген. Енді мен шаруашылықты 1998 жылы құрғанмын алғашқы. Енді біріншіде жаңағы егіс егумен айналыстық, бау-бақша өнімдерін өсірумен. Содан 2000 бұл кезде енді халықта ақша болмай, сол мал айырбастадық, мал неміз әлгі өнімімізді. Содан енді мал көбейгеннен кейін бірыңғай мал шаруашылығына көшкенмін. 2015 жылдан бастап осы Еділбай қой тұқымына статус алдым. Асыл тұқымды Еділбай қой тұқымын. Соны өсірумен айналысып келатырмыз. Елдің халқына да көмектесу бағытында. Соларды осы күзден бастап, былтыр күзден бастап осы ауыл халқына үш азаматқа 20 бастан 60 бас бергенмін. Жиналғандар алдында шаруа қожалығы атынан Саралжындық Ізімкерей Тұрмановқа 20 бас асыл тұқымды қой берілді. Осылайша мол табысқа кенелген 25 жастағы ауыл тұрғыны ауыл аманаты жобасының отбасы үшін нағыз қолдау болған қуана айтты. Әрі қой шаруашылығынан күтер үміті зор екенінде жасырмады. Ауыл аманат бағдарламасы бойынша осы Аманғали ағайдан мал алып атырмын. 20 бас. Енді бір жыл каникулы бар деді, содан кейін қайтарамын. Ал Кемер ауылының тұрғыны Бақытбек Ертілеуов аталмыш жоба аясында былтыр шаруа қожалығынан 4 сиыр алған. Тауарлық несие рәсімдеп нәпақа тауып отырған азамат 5 баланың әкесі. 6-шы сәбиін күтіп отырған отбасына көп балалы санаты бойынша басымдық берілген. Мал өсірумен айналыстым бұрын ауылда тұрғанда. Ақтауға жұмыс бабымен кетіп Ақтаудан ауылға қайтып көшіп келіп жатырмын. Ауыл аманатты 4 қашар берді. Болашақта сол қашарларды сауып, кеншегім сүтін сатып, ары қарай малын көбейтіп, малын асырап. Осылайша облыс әкімі кәсіп иесінің жеке жайына келіп жұмыс барысымен танысты және жоба жеңімпаздарының сұрағына жауап беріп, қажетті ұсыныстарды түртіп алды. Жақсылығына сәйкес мына орын қайтару керек. Ашығын айтқанда бұл азамат саған беруге ешқандай міндетті емес. Бірақ мен бұлардан сұрадым. Бір ауылда тұрғаннан кейін, бір ауылда бәріміз өмір сүргеннен кейін, бірін-бірін демеп жатқан қазақ болатын болса керек емес пе? Керемет емес пе? Сондықтан сондай міне азаматтар маған уәделерін берді міне. 6000-ға жуық малды. Соның міне саған 4-еуін әкеп беріп отыр. 10 сұрап отыр, 10-ға жеткізіңдер. Жақсы ма? Бұйыртса деді. Келістік пе? Ол сенің сұрауың бойынша міне. Одан әрі облыс әкімі Көптоғай ауылдық округіне барды. Жеңілдетілген несие алған жоба қатысушысы Болатбек Омаровтың жеке ауласында болды. Көп балалы отбасының отағасы ұзақ уақыт бойы жұмыссыз жүрген. 2 қолға 1 күрек іздеген азамат жоба туралы біліп, тауарлы несие алуға шешім қабылдаған. Сөйтіп алдымен 20 қой алды. Кейін құс шаруашылығымен айналысу үшін жеңілдетілген ақшалай қарыз алуға өтініш берді. Арнайы курста оқып 100-дей тауық сатып алды. Енді 500 қаз алып шаруашылығын кеңейтуді жоспарлап отыр. 20 қой қазір аулада тұр. Сосын кішкене күн жылынғанша, қаз алғанша тауға керіп қойдым. Қазір жұмыссызбын ғой. Үйімде кепілге қойып, құс қой негізі алатыным менің. Не? Қаз аламайды, күннің жылынғанын күтіп отырмын. Осылайша облыс әкімінің қатысуымен аудандағы жобаға қатысушы 4 азаматтың әрбіреуіне 20 бас малдан берілді. Жұмыс жоқ сенде. Шөптің уақытында нелерді. Міне саған. 20 қой қанша болады ол? 1.700.000 болады. 1.200.000 болады. Міне 1.200.000.
жұмыс жасау керек осыны. Товарный кредит. Облыс әкіміне көп рахметімізді айтамыз осы нәрсе. Бізге қанша әкім келіп жатыр, облыстан осындай программаны нетіп жатқан ешкім жоқ. Сіз келіп міне жақсы. Халық біздің еңбекқор ғой, халық жасайды жұмысты. Ой, молодец. Ауыл аманаты бағдарламасы аясында қолға алынған бірегей жобаның бірі білім ал жобасы. Бүгінде аталмыш жобаның игілігін ауыл балалары көріп келеді. Әсіресе бұл ретте Ойыл ауданына қарасты ауылдардың қарқыны ерекше. Облыс әкімі ауданға сапар барысында Кемер ауылындағы мектептің жұмысымен танысты. Жоба қатысушыларымен жүздесті. Мектептің 6 және 11 сынып оқушыларымен кездескен облыс әкімі алдымен олардың хәл-жайын сұрады. Еліміз бойынша өңірімізде алғаш бастау алған жобаның артықшылықтарын түсіндірді. Айта кетейік, былтыр қолға алынған білім ал жобасы аясында бүгінде 60 оқушы білімін шыңдап жүр. Математика, физика, химия, биология, английский язык. Бес пәннен дұрыс па? Вот мені осы жүргізгеніме қазір 4 ай болды. 4 айдың ішінде балалардың білім деңгейі қанша өзгерді? Өткенде орталықпен есептегенде 15%-дан 15%-ға төмен болатын. Қазір 3 айдың ішінде 11,5%-ға түсті деп маған айтқан. Сендерде өзгерді ме жоқ па? Менде бірінші тоқсанда 48% болып еді, осы үшінші тоқсанда 48% деген не болды? Білім деңгейі, балалардың білім деңгейі. Так. Енді үшінші тоқсанның қорытындысы бойынша 52%-ға көтерілді. Сонда 4%-ға білім деңгейі. Сондай-ақ ұстаздармен әңгімелесу барысында Ералы Тоғжанов шағын жинақты ауыл мектептері оқушыларының білім деңгейін арттыру үшін осы жобаның маңыздылығын атап өтті. Ұстаздар да артықшылығына тоқталды. Осы оқу жылының 2-ші тоқсанынан бастап осы білім ал жобасы іске қосылды. Қазіргі таңда облыстың білікті тәжірибелі ұстаздары бізбен тәжірибе алмасуда. Интернет желісінің өте керемет дамыған соншалық біздің материалға қарағанда ол кісілердің мәліметтері тереңірек. Біздерде қолжетімді жеткен материалдарымызбен біздер толықтырып отырмыз. Ал қазіргі таңда оларға үлкен ауқымды көлемде материалдарды жеткізіп сабақ өткізіліп отыр. Жоба іске асырылған бірнеше айда ауылдық және қалалық мектептер арасында білім деңгейіндегі айырмашылық 15%-дан 11,5%-ға дейін төмендеді. Жалпы облыстың үздік мұғалімдері онлайн режимде 5 негізгі пән бойынша 120 шағын жинақты мектептің 10 мыңнан астам оқушысын оқытып жүр. Нұрболат Досжан, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы. Ауданға қарасты ауылдарда біліммен қатар денсаулық саласына да көп мән беріліп келеді. Соның дәлел ретінде Көптоғай ауылында ашылған су жаңа дәрігерлік амбулаторияны айта аламыз. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында құрылыс жұмысына 134 миллион теңге бөлінді. Емдеу орны заманауи құралдармен жабдықталған. Ойыл ауданындағы бірқатар әлеуметтік нысандарды аралаған облыс әкімі жаңа нысанның ашылу салтанатына қатысты. Ойыл ауданына жұмыс сапары барысында облыс әкімі Ералы Тоғжанов бірқатар әлеуметтік нысандарды аралады. Әсіресе Көптоғай ауылдық округ орталығындағы су жаңа дәрігерлік амбулаторияны салтанатты түрде ашты. Лентасы қиылған медициналық ғимараттың жалпы ауданы 1200 шаршы метрді құрайды. Мұндағы аққалаттылар бір ауысында 50 адамды қабылдай алады. Бұдан бөлек ғимаратта стационар, стоматология, дәріхана бөлмелері бар. Жалпы құны оған дейтін 134 миллион кетті. Осы дәрігерлік амбулатория барлық заманауи аппараттармен жабдықталған, барлық сапалы қолжетімді медициналық қызмет көрсетуге барлық мүмкіндік бар. Население 2670 адамның енді қамтиды осы, бірақ бұған қарасты 2 медпункт, 1 ФАП бар. Ауыл тұрғындары 10 жыл бойы күткен амбулатория ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында бой көтерді. Толықтай жабдықталған амбулатория болғандықтан ауыл тұрғындары аудан орталығына бармай-ақ осында ем алатынына дән риза. Осы елді мекенге 88 жылы арнайы жолдамамен келдім. Ол кезде біздерді жолдамамен бөлетін еді. Ақтөбе медицина институтының педиатрия факультетін бітіріп, осында жұмысқа келдім. Содан осы жерде, осы зейнеткерлікке шыққанша осы жерде жұмыс жасадым. Арманым еді, өзім зейнеткерлікке шыққанша осы дұрыс амбулатория болса деген сияқты қазіргі заманауи. Келіп аралап көрдім, қуанышым қойныма сыймай отыр. Елімізге қызмет етсін. Ауылымыздың болашағы, ауылымыз көркейе берсін.
Жалпы Көктоғай ауылдық округінде 3000-ға жуық адам тұрады. Сондықтан мұндағы амбулаторияға фельдшер сөмкесі жобасы қажет. Әрі облыс әкімі өз сөзінде орталыққа қажет жабдық әлі де жеткізілетінін айтып өтті. Сондай-ақ өңірге қарасты 29 елді мекенде жаңа медициналық мекеме салынады. Ауданаралық мәртебеге ие болатын Хромтау, Мұғалжар және Шалқар аудандарының ауруханаларында жаңғырту жүргізіледі. Сапар барысын қорытындылай келе облыс әкімі аудан тұрғындарымен кездесті. Онда халықтың сұрақтарына жауап берді. Өздеріңіз байқаған шығарсыздар, біраз аудандарды аралауды бастап кеттік. Енді оның арасында су келді, сонымен кішкене көңілімізді басқа жаққа бұруға тура келді. Соның сәл аяғы басылғаннан кейін ойлаудан да келіп отырмыз. Ары қарай сөз алған аудан әкімі Асқар Қазбаев көпшілік алдында ауданның 2022 жылғы әлеуметтік экономикалық даму бағытында атқарылған жұмыстарға тоқталды. Былтыр ауданға тартылған инвестиция көлемі айтарлықтай төмендеген, ал ауыл шаруашылығында өсім 3,5% құраған. Мал басының өсімі 28%-дан жоғары. Демек, мал шаруашылығы тиімді. Ойыл ауданы Ералық мал негізінен ауыл шаруашылықты аудан, оның ішінде мал шаруашылығы өткен жылы аудан бойынша ауыл шаруашылығы саласында 20 миллиард 428 миллион теңгенің өнімі өндіріліп, өткен жылмен салыстырғанда 3,5%-ға орындалды. Жалпы аудан бойынша 4 түлік малдың өсімі жыл сайын өсіп келеді. 22 жылы ірі қара 3,1%-ға, қой ешкі 1,8%-ға, жылқы 22,2%-ға, түйе 1,1%-ға өсті. Өткен жылдың қорытындысы бойынша пайдаланылмаған 30,6 мың гектардан астам жер мемлекет меншігіне қайтарылған. Бұл бағыттағы жұмыстар әлі де жалғасады. Сондай-ақ ауданда білім және денсаулық саласында бірқатар оң өзгеріс бар. Тіпті аудандағы денсаулық сақтау саласын медициналық құрал жабдықпен қамту үшін 60 миллионнан астам қаражат жұмсалған. Қылмыстық істер мен жұмыссыздық деңгейі азайған. Кадр тапшылығы мәселесі шешіліп келеді. Денсаулық сақтау саласында қазір енді бюджеттен биылғы жылы енді 64 миллион бөлінді, медициналық құрал жабдықтар алынды, автокөлік сатып алынды. Өзіңіз Көктоғай селосында болып, осы Көктоғай елді мекенде 50 адамды қабылдайтын дәрігерлік амбулаторияны ашу салтанатына қатыстыңыз. Енді бұл халықтың игілігіне жұмыс жасап жатыр. Жалпы денсаулық сақтау саласында кадр тапшылығы бізде енді аудан орталығындағы аудандық ауруханада кадр жеткілікті. Кәсіпкерлік саласында да көңіл қуантатын жайт көп. Мәселен, былтыр бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша 15 жобаға көмек көрсетілген. Ал биыл 40-тан астам жоба қолдауға ие болмақ. Сонымен қатар облыс әкімінің тапсырмасымен биыл 8 пәтерлі 2 коммуналдық жалдамалы үй салынады. Тұрғын үй жергілікті атқарушы органда кезекте тұрғындарға берілмек. Кездесуде бұдан өзге де әлеуметтік мәселелерге құлақ түрген тұрғындар өз сауалдарын ортаға салды. Олардың қатарында педагог мамандар да бар. Қазір мұғалімдерге актуальный проблема болып отқан электронный сигарет. Өтірік емес, облыс көлемінде балалардың электронный шылым шегуге әуес қоюға артып келе жатыр. Біз образованияның мұғалімдері, жергілікті құзырлы органдар, госслужащийлар барлығымыз тыйым салуға баршамыз жұмыс жүріп жатыр. Бірақ шығарылым, сатылым тыйылмай тұр. Дегенмен ауданда мектепте ешқайда сатылмайды, бірақ балалардың қолында кездескен факторлар көп. Өтірік емес, мұғалімдердің барлығы да осы бойынша проблема кездесіп жатыр. Бізге тек ұсыныс, сіз сол облыс көлемінде қолға алып, кішкене тыю жағына қарап жіберсеңіз. Жол табылады. Қойып отқан сұрағыңа рахмет айтамын. Сен бүкіл мынандай ортада атсалысу керек. Жаңағыда сингапурский методика деп айтып отырмыз, соған сен бірге атсалыс, жақсы ма? Ат жөнін жазбасын. Ақылды сұрақ қойған жігіттер болашақта бақытты жігіттер болатынына күмәнім жоқ. 2021 жылы қандай мәселе бұл жерде? Карантин жарияланып 8 рет қанал бір жылдың ішінде. Әбден тазартты, бірақ әлі күнге дейін шығып жатыр. Ералы Ұқпанұлы 170 бас анықталып шығылды. Енді қазіргі таңда 2023 жылы 18 бас шығып отыр. Төлдің жойылмауы болып тұр. Аналық мал жойылып, төлі қалып қойып тұр. Тұрғындар сауалынан кейін облыс әкімі аудандағы жол жұмыстарына да тоқталып өтті. Атап айтқанда, Ойыл Қарағой аудандық маңызы бар жолы, Сарбие, Шұбарши, Көптоғай, Қайынды ауылдарына кіре беріс жол жөндеуден өтеді. Ойыл Қарағой 90 километр. Қанша ол туралы қаншама ауылдың әңгімелері болды. Өткенде осында келіп кеттік. Кемерде болған кезде де ол әңгімені ағаларымыз көтерген болатын. Жоспарымыз ары қарай қолдау керек бұл жолдың бәрін. Ол жерде где-то 720 миллиондай ақша болатын да, соның бәрін ескеру керек. Қалғанына бәрін қолдау керек.
арғай ол жылда бітіруіміз керек. Кездесуден кейін облыс әкімі Қаратал тұрғындармен жүздесті. Онда 3 күн бойы төтенше жағдайлар департаменті мемлекеттік орган қызметкерлеріне қол ұшын созып, арнайы техника бөлген жергілікті шаруа қожалықтарының басшылары Батырбек Телжанов пен Қуанышбек Сұлтанғалиевке ерекше алғысын білдірді. Оларға 500 мың теңге көлемінде сертификат және алғыс хат табыстады. Суға кетіп, соны істеп, сол кезде көмектестік. Халықтың бәрі бір жола есеп шығып бәрі. Мен погрузчигім бір Қуанышбек дейтіннің жігіттің погрузчигі бар. Бәріміз қолға қабысымызды беріп көмектестік. Облыс әкімі тұрғындарға қолдау көрсету мақсатында 11 отбасыға 500 мың теңгенің сертификатын табыс етті.